Уағалейкум ассалам. Так, осы тауықтар деген. Енді ең бірінші асырып жатсаң, тауықтай алып баққан дұрыс қой. Балапандарды өлтіріп аласың. Сосын расход көп болып кетеді. Оданша тауықтай алып баққан дұрыс қой. Тауыққа айналысқан дұрыс қой, өте керемет нәрсе ғой. Что-то қора салқын болып тұр ма, что-то бір жұмыртқа қалды, бір жұмыртқа туған тек қана. Соңқа ойлап тұрмын, тауықтарды қамап, ар жағындағы қорадан ертең әуетті уақытында шығару керек сияқты, ар жақтан бері қаратай. Өзі бір жұмыртқа туған жарып салмашы. Ал олайынша кіріп. Байче, өзі бір жұмыртқа туған тек. Мұның ішіне шөптерін бәрін қайда жіберген? Мына Хайсекс па Легорның жұмыртқасы. Бізде Орал қаласында. Мен бұрыннан асыраймын ғой тауықты дейтін. Қыста сатып жібердім де жазда қайтадан алып жатырмын ғой тауықты деген. Қайтып көбейтіп жатырмын. 50 тауық ұстадым ғой алдыңғы жыл жазда. 50 тауықтан дым жұмырт қалған жоқпын ғой, ема. Уағалейкум ассалам. Тауық көбейген сайын жемін барлығын уақытында дұрыстап беру керек та, сол кезде өзі жұмыртқа жақсы туады. Бізде жұмыртқа 80 теңгеден. Соңғы тауықтар жайлап ар жаққа қамайын деп жатырмын. Мына тауықтарды 2000 теңгеден алдым. Әтеш 3000-нан, тауықты 2000-нан алдым. Нен брамы тауықтар жоқ, шатыс брамалы. Сон бәрін 2000 теңгеден алдым. Менде 1 жылдық, 1 жыл жарым, 2 жылдық тауықтарымның барлығы. Әтештері енді жаста, 1 жаста әтештер. Алдыңғы жылдың майында шыққан балапан әтештер ғой. Жоқ, қораз төлестірмеймін қазір. Қораз тауық әтеш төлестіре беруге де болмайды. Тауыққа қарамай қалады да, әтеш төлестіре берсең. Менде 12 тауық, 3 әтеш бар. Тағы да тауық алу керек болып тұр. Отсың жатқан. Басатын тауықтарын жатқан. Соңғы жайлап тауықтарды қамамасам ішіне. Кішкене салқында от тұрма қора. Тауығым аяғы ақсаңдап тұр. Қуыстарға да топсайды. Зерно вместе берем, сосын бидай берем. Зерно вместе бидай, кукуруз, үшеуін араластырам ғой. Сонан іштерін барлығын жинайын деп жатырмын ғой. Осы тауықтар ғой.
менде бар қазір. Общий 15 басқа атешін тауығын бәрін қосқанда. 12 тауық 3 атеш. Кырық қылып па. Енді тауық дейтін кырық болған уақыттарында уже төсінде жүндері түсіп бастайды. Жұмыртқаға көп жатады. Жұмыртқаны қызғанады уже. Өзіңе шабады. Сол кезде уже білесің ғой, қай тауық басайын деп тұр, қай тауық баспайтын. Орал қаласынан, Батыс Қазақстан. Сол енді тауық алам ба деймін, мана судың пәле болды ғой. Россия су ашып жатыр, анау мынау деп, уже шет жақтар суға кетіп жатыр. Біздерге де жақындап қалды су. Сосын тауықтарды алып жатқан жоқпын. Ақшасын ұстап отырмын. Просто тауық әкелуін алып келем ертең. Ол суға кетсе ертең тауықтар өліп қалады. Арам өліп қалады ғой деп. Мына тауықтарды бір жағына шығару керек болып тұр. Қашқан жағдайда машинаның артына салып аламын ба бұларды да бірге. Сеткілерге салып. Уалейкум ассалам, братан. Ассалаумалейкум. Қалайсың, жақсысың ба, Асылбек брат? Туатын жерім міне мынау ғой. Уалейкум ассалам, Жаслан. Міне туатын жерім мынау міне. Осының ішінде 4 ұя бар міне. 1, 2, 3, 4. Ар жағына туады. Сосын мынаған туады. Екі ортасындағы шөптердің бәрін алып тастаған, білмеймін қайта тастағандар. Тауықтар бәрі бір қалыпты, жұмыртқаларын туып тұр. Бүгінге что-то білмеймін, көз тиді ма, күнде тиктокқа осындай жұмыртқаларын салып атым. Содан адамдардың көз тиді ма, что-то бүгін бір жұмыртқа алып тұрмын ғой енді. Сағат дейтін қазір бізде 4 болды. Алып тұрған жұмыртқаны қараңдар шеш. Құтақандай бір адамға да жетпейді. Мен балам жейтін жұмыртқа тек туған. Ладаушын нейдасың ба? Жоқ, ояқта емеспін, ояқта тұрмайым. Мен жақ шет жағында тұрам. Так, 12 тауық, 3 атеш бар ғой. Тауық күрік болғанын қалай білеміз дейді. Мана айтып кетіп едім, сен қазір кіріп отырсың ба, Дамир? Қайтып айтайын. Тауық күрік болған жағдайда, осындай жұмыртқаның үстіне жатып алады. Жұмыртқаның үстіне жатады да, уже тауықтар қызғана бастайды да жұмыртқасын. Өзің жұмыртқасын қызғанады, өзіңе қарай секіреді, манағыдай. Басқа тауықтар жақындатып айтқасына. Короче, тауық дейтін басатын жағдайда жұмыртқаның үстіне жатып алады ғой. Басайын деп жүрген тауықтар жұмыртқаның үстіне жатады, манағыдай. Бәленбай сағат жатады, 1 сағаттап жатады, жарты сағаттап жатады, мысалы. Бір тауық жатқанда 15 минуттен жұмыртқа туатын тауық 15 минутта туптайды ғой жұмыртқасын. Шүкір, аман сен өздерің қалайсың, жақсылар ма? Тауықтан пайда бар, бірақ мен пайда үшін асырап отқан жоқпын, сөздің ішіне керек, тауықты деген. Хобби ғой менде. Осыларды асырайым, жұмыртқасын алам, керек кезде сатып берем, ақша керек кезде. Ал тауықты да қазір сататын болсам, любой адам алып кетейін деп тұр. Екінің бір жазып отыр, тауық сатам, тауық сатасыз ба деп. Туып тұрған тауықты қазір сатсам, любой адам алып кетеді ғой келіп. Еще арзаннан берем ғой мен деген. Орал қаласында жоқ, брат, тауық басып атқан жоқ қазір. Енді бүгіннен бастап дрож бердім ғой. Мана бірінші осының алдында әбетте мана эфир өткіздім ғой. Сонда дрож бердім. Қазір дрож беріп атқан жоқпын қазір. Мана бердім, мен ертең алла бердсе осындай әбет уақытында тағы да дрож берем бұларға. Қораз итеріп жібермесін. Қолдан күрік қылуға боламын, әбзелтіні болады ғой. Ол үшін манағыдай осындай бір тауықты аласыздан, өзіңізге ыңғайлы, жақсы үлкен тауықты аласыз да. Бір сеткінің ішіне қамап қоясыз да. Дрож, қамыр бере бересіз, дрож пен қамырды бере бересіз. Өз тауық дейтін жайлап, соң үстіне отырып, манағыдай. Жұмыртқаның үстіне отырып, манағыдай жайлап басады ғой.
дұрыс, дрожжбен қамыр берсеңіз тауықтың өзі басады ғой уже. Сіз қинамай ақ өздері басады ғой, автомат түрде. Дрожжи дейтін көп бермейсіз ғой, енді жемге араластыратын болсаңыз 2 қасық жарайды. Былай беретін болсаңыз енді бір шағындау бір аласы да, бір 2 уыс аласы да бересіз ғой. Вот. Жоқ, қазіргі уақытты уже басса жақсы болады да, балапандар ерте еседі. Уже июль, августте тауық жұмыртқаға жататын болса, балапандары өспей қалуы мүмкін да, қора салқын болса. Піскен нан берсе болады ғой, бірақ білмеймін, нан берсе тауықтар семіріп кететін сияқты. Бірақ енді бәріміз де сөйтіп айтамыз ғой, бірақ нанды суға есіп беріп жатырық қой. Ламан браун, несушка. Ламан браун, несушка дегенде несушка ғой. Так, қазір породысын айтайын. Так, ана тауық береді, ана ламан браун деп айтылады. Мына доминант жақсы береді. Лигорынға дейді қой. Лигорын да жақсы туады. Ар жақ шетінде жатыр, ана ар жағында тұрғызылады, ешін ар жағында. Суға дрожж салмайсың ғой. Дрожжды шикілей бересің ғой, солайынан. Тауықтар сатылып атқан жоқ қазір. Өзім көбейте алмай жатыр, мына су пәле болып тұр ғой, тауық көбейткенде деп едім. Тағы да бір 20 тауық алып қою керек болып тұр, ламан браун мен лигорн. Или доминант па, іш породының 20 штугын алып қою керек болып тұр. Жоқ, дұрыс, қазірден бастап бастартай бер тауықтар деген. Дұрыс айтасың, тауық берген жақсы ғой. 3 тауық шығарып қой. Енді 2 жатыр. Иә, сіздер жақта енді күн ыссы болса, тауықтар жатады, бізде әлі салқында болып тұр. Бізде апрельдің бас жанарыдай уже күн жайлап жылай бастады ғой. Мартта бізде салқын болды, курткамен жүрдік қой. Алаша 20 дейтін бар, содан алып келем 2,5-мыңнан. Менің тауығым туады, бірақ жұмыртқа жоқ, ештеңе кірмейді, түсінбеймін дейді. Тауықтарың жұмыртқа туатын болса, өздері жеп қойып жатыр ғой жұмыртқаны дейтін. Тауықтарыңызға витамин жетіспейді. Айнек атып беріңіз. Ракушка дейтін бар аптекаларда, соны беріңіз, сонда тауықтарың жақсы туады. Одан кейін беруге болмайды дейді, дәметкен. Нені беруге болмайды дейді. Күрікке жатпайтын тауықтар болса, енді 2 жыл болды дейді. Енді сіз қандай породада ұстап жатсыз? Мынандай породада ұстасаңыз жатады. Ана доминант, лигорн, породыс дейді тауықтар ұстасаңыз, олар енді жату-жатпау 2 талай ғой. Оларға гарантия бере алмайым, жатады деп. Қораз атылатын болса, көзіне очки кигізіп тейсіз ғой. Менде пока расход дегенде мен енді 5.000 теңгеге жем алып тастадым. 5.000 дегенде так, анау 2.300, анау 2.500. 5.000 деп есептейін, сосын 2.000 теңгеге алдым. 7.000 теңге деп айтайын, 7.000 теңге ақша кетті ғой. Иә, банка, бутылка, айнек, любой нәрсені уатып манадай бересіз ғой. Или далаға шығарыңыз, далада өздер тас, не андай-мындайлар тауып жейді ғой. 2 жыл болды инкубатор емес дейсіз ба? Онда енді сатып жіберіңіз шеш, ол тауықтар сатыңыз да, домашний үй тауықтарын алыңыз. Орал қаласынан болам. Мына жерге отырайын деп, мына иістер отырғызбай тұр ғой. Мен жаққа отырайыншы. Орал қаласынан мына жұмыртқасын қойып қоймын. Бір жұмыртқа туды тек қана бүгінгі емакам іштуды аштыртады ғой. Сағат дейтін уже 4 болды, енді думайды ғой жұмыртқаны деген. Туса таңертең туады, әуетке дейін, ертең туады. Олар да демалып жатқан шығар. Ана ақ қоразың породасы қалай? Адлер деп айтылады ол порода. Енді зерноместі бересіз ғой. Зерноместіні беріңіз, жақсы туады ғой.
Иә, менде қазақи тауықтар ғой, жақсы туып тұр, иә. Жоқ, тауықтар сатылмайды. Тауық сатылмайды. Тауық сатып жатқан жоқпыз пока. Просто 2000 теңгеден алдым ғой тауықтарды. Қазір сататын болсам, просто тауықтар ала алмай қалам ғой. Орал қаласынан, Орал. Енді білмедім, енді әркім әртүрлі айтады ғой. Біреу былай айтады, біреу былай айтады. Енді мен өзім қазір көбінесе видеоға түсірем ғой. Видеоға түсіргенде тауықтар қорада тұрады ғой, осылай. Зерно место дейтін жем бересің ғой. Жоқ, балапан басқан жоқ әлі. Пока осылай тұр менде. Бізде салқындап әлі күн деген. Тауықтар қазір 2500, 3000 шығар уже. Су келіп жатыр пока. Бірақ білмейміз әлі. Тауықтың породасы қандай дейді. Мына қара тиш па? Простой ғой, мына менде простой тауықтар ғой. Мына неге ұқсай ма? Австралок породасына ұқсайды да, қара тиш. Сырты дейтін жылтырап тұрады, зеленый. Мынандай бар міне. Олар турескенде құйрықтар жатады, әдемі көреді. Аділердің бағасы 5000-нан ғой. Аділердің бағасы 5000-нан. Ана атиш сатылады, аділер атиш 5000 теңге. Алатын болсындар, хабарласыңдар. Жоқ, сатылмайды, тауықтар сатылмайды. 12 тауық бар, 12 тауық. Екеуі гүлайдар, біреуі былай простой ғой. Мына аділер парасы. Атиштердің бәрі жастар бірдей. Так, қайсысы мынау ма? Мынау простой ғой. Ортада бұрамы шатыс. Таза бұрамы емес, но шатыс бұрамы ғой. Мынау да міне шатыс бұрамы. Мына тауықтар атештер жақсы сөйлеседі ғой, қайтпайды. И атештері. Аділерлерің бір-екі удар жегеннен кейін қашады ғой мыналар деген. Орал қаласында, Орал қаласы. Бұрамы тауығының аяғы басқа тауықтарға аяғына ұқсамайды, сол сап-сары қыртма дейді. Қайсысы? Ау! Не болды? Ау! Мен киіп отыр ғой? Маны ес ма? Жоқ. Зерно место дейтін жем жақсы, зерно место. Білмеймін ал. Мынандай таза аділердің аяғы сары болады ғой. Мынандай болсын. Аяғы сарылау ғой. Сары болады ғой.
Осындай паровоздардың аяқтары сары болады. Он екі тауық бар менде, 12 тауық. Сол мына қызыл атешпен ана қара атешке очки кигізіп қояйын дедім. Мана базарға барып тұруға ұмытып кеткенмін ғой, аламын деп. Тамақ алып жүргенде. Қазір кішкене далаға шығарып жайын десем, далада жаңбыр жауып тұр бізде. Кішкене далада витаминдер бар, бұлар жейтін. Саламатсыз ба? Жоқ, бойцовский дакандар жоқ. Мынау Адлер порода. Ал мыналар үй домашний атештер ғой. Кәдімгі простой глайдар деп айтылады бұларды. Мына екеуі глайдар атеш. Менде тәк осы екі атеш бар. Сосын бір қара тауық бар, глайдар. Әні жүр ғой. Сол үшеуінің айдарлары гүл айдарда, қалғандарынікі тік айдар ғой. Уағалейкум ассалам. Қай қаладансың брат дейді. Ора қаласы ғой. Жұмыртқа туатын породының тауықтардың породасы міне Ламан Браун, Доминант, Лигорн, Хайсекс. Сол тауықтар жақсы жұмыртқа туады. Бірінші атаман мына қызыл. Басында мына Адлер болды ғой. Одан кейін мына қызыл алып алды да өзіне. Витаминдер беріп атқан жоқпын мен тауыққа. Тек ана жұмыртқа туатын жемдеріне қосып атын, несушка дейтін витаминді. Жұмыртқа туғызу үшін қосып атырмын, болды. Басқа қосып атқан жоқпын. Адлер дейтін жұмыртқаға жақсы, бірақ кейде туады, кейде тумай қалады. Кучин жақсы жұмыртқа туады. Олар басып та қалуы мүмкін. Төрт тауықтан, конечно, 3 жұмыртқа норм ғой. 2 жұмыртқа қалсаң да риза боласың ғой күнге. Сол мен ойлаптым, бірыңғай порода ұстайын ба деп. Негізінен мен ойлап едім, әртүрлі породадан ұстағым келіп еді негізінен. Дакан, Адлер, Кучин, астролог породаларын әртүрлі бағытын ұстайын ба деп едім. Сол бір жағынан ойлап қоям. Әртүрлі порода ұстағасын клеткаға бөлу керек. Оларға жемнің дайындағаннан кейін әрқайсысына әртүрлі жем дайындау керек. Әрқайсысына әртүрлі жем дайындау керек. 10 жұмыртқа аз ғой енді 28 тауыққа деген. 28 тауықпен жоқ дегенде 20 жұмыртқа, 22 жұмыртқа алу керексің ғой. Жараттым ғой дейді ғой. Тауық кейпелеріңізді кейіне басып кеткен жағдайда оларға деген не бересіз? Дуст себесіз ғой. Хлормен жуасыз. Қораның ішін бірінші тазалайсыз.
Бірінші тауық қораларыңызды кене басып кетсе, бірінші тауықтарыңыздың қораларын жақсылап тұрып тазалайсыздар. Тауықтарыңызды басқа жерге көшіресіздер. Басқа жерге көшіргенде де ол тауықтарыңыздың мана үстерінің барлығына дұрыс істейсіздер де басқа сеткі қораға көшіресіздер. Ал өзінің қораларының ішін тазалап, хлормен жуып, манағына ағаштарын, қонақтайтындарын барлығын, бұрыш-бұрыштарының барлық туатындардың ішін барлығын дустымен жуасыздар да. Дуст себесіздер ғой, хлормен жуасыздар да, содан кейін бір дуст себесіздер, полный дуст себесіздер. Сосын тауықтарды соның ішіне кіргізіп жатқан жағдайда да үстерін дуст сеуіп, дустымен дустлап, сосын барып кіргізесіздер. Мәди, подаркыңа рахмет, алушы ғой. Уағалейкум ассалам. Орал қаласы ғой, Дәулет, Орал қаласы. Татау телефонын зарядкаға әкеліп отырмын ғой, бұл жерде деген. Орал қаласынан ба? Орал қаласынан Алаша 20 дейтін бар. Содан аласың ғой, сода жақсы тауықтар. Тудыратын жем берем. Несушка дейтін жем бар. Тауықтарыңызға қандай жем беріп жүрсіз, соған араластырып бересіз. Ассалаумағалейкум, мен семейден боламын. Уағалейкум ассалам. Мен Орал қаласынан болам. Қызылорда дейді. Менде 7 тауық бар дейді. Нормально ғой, 7 тауық. 7 тауықтан пайда жоқ та, бірақ енді болады ғой асырауға. Тауықтан пайда тау үшін бір 50 шақты тауық асырау керек қой. Бір күніне жоқ дегенде бір 30 жұмыртқа сатсаңыз нормально. Тауық 5 ай болды, жұмыртқа тумайды. Тауықтар 5 айында жұмыртқа тумайды ғой. 6 айында, 7 айында, 8 айында жұмыртқа туады тауықтар деген. 5-еуі табады дейді. Қандай порода сізде? Жем постоянно алдында тұру керек пе? Енді жемді уақытында бересіз ғой. Жемді сосын манағыдай толтырып салмау керек. Мөлшермен бересіз жемді деген. Көп беріп қойсаңыз тауықтар тумай қалады жұмыртқаны деген. Қазір енді Қазақстанның көп адамдарының, жер үйде тұратын адамдардың барлығы тауық асырайтын сияқты ғой қазір. Қара брамы. Оны енді ол жағын білмедім, ол тауықты қайдан алу керек, брамы тауықтарын. OLX-ті қарасаң толып тұр, OLX-та дейтін. Неше түрлі тауықтар бар ғой. Онда сізде домашний тауықтар болып тұр ғой, менікіне ұқсаса. Жоқ, бұрын туып жүргендері, 7-8 айлықтар тумай жүрген дейді. 7-8 айлықтар тумай жүрген дейді. Оларға енді жем бересіз ғой. Олар тауықтарыңыз ең бірінші жұмыртқа бермесе, ең бірінші тауықтарыңыз семіріп кеткен жағдайда жұмыртқа бермейді. Тауықтарыңыз семіріп кетсе, тауықтарыңызға 3 күн жем бермей, чисті су бересіз. 3 күн тауықтар арықтап кетеді, 3-4 күннің ішінде тауықтар жем жемесе арықтап кетеді. Арт жақтарында, құйрық жақтарын май басып кеткен тауықтар өздерінің майларын өздері жеп, құйрықтары ашылады. Содан кейін өзі жемді тауықтарға нормамен бересіздер. Нормасымен жем бересіздер. Содан кейін тауықтар сіздерге жұмыртқа туып бастайды. Короче, ну не упытте. Не басылып кетті так. Ебать, не упытте, ну пошмо. Ади дейтін кім? Қайда кетіп кеттік тағы?
қыста тауықтар туады, я дәулет, менің тауықтарым қысы жазы туып тұр ғой. Сымиялы жұмыртқа туады ғой. Бөйт, аның адамдар, не адамдар анау? Не болып кетті, достар? Ал. Сарайдың кілті ма, қарай? Жоқ, қалтамда жоқ. Қалтамда жоқ сарайдың кілті. Қалтамда жоқ. Брат, қуаныш брат, менде қыстық қора жоқ. Осы ғой қоралар деген менде. Пока қыстық қора жоқ. Рағат бір тауыққа секірсе бәрі жүгіріп келеді. Операторыңыз ба дейді. Кім оператор мына кісілер дейді. Мына кісілерді білмедім, сол бірдеме келді маған принять деп. Мен біздің адамдар шығар деп қабылдай салып едім ғой. Біздің көрермендеріміз шығар деп. Оказывается, мынандай бірдеме болып кетті ғой. Мен мынаны түсінбей жатырмын да. Мына кәдімгідей ұшырып жатыр, 12.000 адам лайк басып тастаған ба ана кісіге. Или анау лохотрон бірдеме ма, түсінбей жатырмын ғой. Енді мына жерден шығып кетсем, ана кісі ұтылып қалатын сияқты, ана кісіге қырғанадан лайк не басып тастаған, соны аяп отқаным ғой. Мен сіздерге қыстық тауық қораны көрсетейін ба? Бізде қыстық қай бір жерде тауық қора бар дейсің. Мынандай болып отыр ғой біздің қора деген. Мына қыз таңғалып отқан шығар, мына қайдағы қыстық қора деп. Қандай қора деп. Мына тауық менде аяғы ақсаңдап жүр. Білмеймін, басында жақсы ет негенде. Алып келгеннен кейін осындай болып қалды. Мына тауық жақсы жұмыртқа туады. Сосын мына тауық жақсы жұмыртқа туады. Қазір көрсетейін. Мына тауық. Сосын мына тауық жақсы жұмыртқа туады. Жұмыртқа бағытында ұстайтын болсаңыздар. Мыналар да жақсы туады, мыналар. Мынау брамы ғой, шатыс брамы. Так, менде мынау 6 метр болу керек былайынан. Мен есептемеппін да оны. Бізде просто тек салай береміз ғой. Мынау ағаш қораның өзі 6 метр сияқты, или 7 метр ма? Точно білем, былай 2 метр. Былай 2 метр ені. Ені 2 метрде, ұзындығы 7-8 метр бар сияқты. Мен точнысын білмей тұрмын. Уағалейкум ассалам. Перепелканың жұмысы көп дейді. Бірақ жалпы негізі ойда бар ол тауықтарды да ұстап көру. Әзірге көреміз, енді ала берді. Мына ойыны бітсін, алып дейінші, мына түсінбей қалып отырмын. Мен біздің адамдар шығар жіберіп отқан деп ойлап едім, мына қарап отқан. Мынандай бірдеме кіріп кеттік қой. Мынаны шығып кетейін. Ой, давайте. Не бітті. Түсінбей қалып отырмын.
Онша өзіміз әңгіме айтайықшы. Қырлады бір-бірімен. Сіздерде де осындай болып жатыр ма? Қиыр жақтары. Іштері өтіп жүрген жоқ па екен тауықтардың? Или жұмыртқалар сырттары слабый ма? Рахмет. Қора... Менде қыстық қора жоқ, барлығы жаздық қора ғой. Ана тауық ұрланған, мына тауық сонда зорлаған ба дейді. Түсінбедім бауырым, қандай тауық ұрланған деп жатсың. Тауықтардың барлығы өзінің тауықтарын. Менде қора, летний қора ғой, қыстық қора жоқ менде. Қыста мында тұрды ғой, тауықтарым дейтін. Осының ішіне тұрды ғой. Бірақ енді өлген жоқ тауықтар. Нормально шықты. Бір лампочканың көмегі. Тауықтар алып келгенде басында жұмыртқа туған жоқ. Бір аптадан кейін жұмыртқа туды ғой тауықтар деген. Иә, Қызылорда жылшыр бізде Орал қаласында апрельдің басында өзі жаз басталды ғой. Оған не қыс болып салқын болды күн деген. Иә, тауық бақсаң пайдасы бар ғой. Бірақ мен өзім қазір пайдасын көріп жатқан жоқпын. Хобби ретінде асырап жатырмын тауықтарды. Сосын YouTube-қа видео түсіретін болғаннан кейін. Сізде әдемі ғой. 45 градус дейтін уже жаздың уақытымен бірдей ғой. Сіздерде деген ыссы деген. Жаздың өзінде 45 қой, июль, августтерде, шілделерде. Ең рекорд жасаған 12 тауықтан 9 жұмыртқа алдым ғой. Рекорд. Қазір 5-6 жұмыртқа аламын ғой күнге. Бүгін бірақ бүгін дейтін тек қана бір жұмыртқа туды. O da әні тұр жұмыртқасы. Яса су келмейтін жаққа көшіп кету керек. Бізде Оралда су келіп жатыр әне. Бір тауық санын көбейтеміз ғой деп су келіп жатыр ғой. Мен тауықтарым алып келді. Марттан баста жұмыртқа туды ғой. Енді бұрын хозяин айтады, қыста да жұмыртқа туды дейді. Бірақ мен осы тауықтарды барып қарағанда қыста жұмыртқа туып тұрды әйтеуір. Өздерінің ұяларында. Мен ұясымен бірге әкеліп қойдым ғой, шаруа үйге деген. 12 тауық, 3 әтеш бар. Соған тағы 20 тауық алып келу керек болып тұр енді. Осылай бір-бірін әтеш тауыққа секіріп жатса бір-бірінен қызғанады. Ол X-те өтірік ценалар ғой тұрған. Мен телефон соғып көрдім ғой. Типа алдап кетеді, ақшасын алдын ала салып жіберіңіз.
біз сізге 1-2 күнде жеткізіп береміз дейді да, ақшаны салып алады да лақтырып кетеді. Күрік болса тауықты бөлек ұстау керек па дейді. Иә, әрине бөлек ұстайсың. Free Fire'шіктер тауық байтын болып кеткен ба дейді. Кім Free Fire'шік? Біздер баядан тауық ұстаймыз ғой. Сен қай қаладансың? Айтып бізде алып қалайық. 8 теңгеден арзан ғой. 8 мыңға 10 бас аласың ғой. Әдемі 9 теңгеден. Орал қаласы Орал. Биыл енді өзім мартта алып келдім ғой енді. Содан бастап туып тұр ғой тауықтар деген. Қараймын, ертең тағы бір жұмыртқа туатын болса, оны тауықтардың үстерін бастап қараймын ғой. Биттек біткен жағдайда тауықтар жұмыртқа тумай қалады резко. Күрікке деген майда жату керек қой, бұлар өздері. Ал енді одан ертерек, енді жылы болса, қора жақсы болса, одан ертерек жата береді ғой. Бройлер ет бағытында болмаса, жұмыртқа бағытына келмейді ғой бройлер деген. Оны тауықты союдың өзі де біршама әрекет қой. Аппараттар керек оған сою үшін. Күрік тауықтарды спокойно айыру дейтін. Тауықтар жұмыртқаға ұзақ жатады. Еще жұмыртқаны қызғанады адамнан. Атешке қаратпайды өз-өзін. Білмеймін, біздер өзіміз үйден сойған тауықты өзіміз жемейміз. Ағайындарға, жағдайы төмен отбасыларға беріп тастаймыз. Сойып бәрін тазалап, сықитып тазалаймыз да, сосын беріп тастаймыз. Кеше бір көрерменім айтты ғой, Атешті ойнатыңызшы деп. Алла бұйыртса 5000 подписчикке жеткізіп алайын TikTok'та. Сосын Адлер Атешті ойнатып жіберем сіздерге. Осы бір көрермендерімнің біреуіне. Оралдан Брама балапандарын таппай жатырмыз дейді. Ақтөбеде сатып жатыр ғой Брамаларды. Ақтөбеден алдыртшы. Бізде де тауық бар, 8 тауық, 2 Атеш дейді. Иә, конечно, жақсы ғой, мен ешкімде тауық жоқ деп жатқан жоқпын, дұрыс қой, бәрінде тауық болған жақсы ғой. Любой үйде тауық болған жақсы ғой. Ақтөбе қазір өздері суға кетіп жатыр, оларда жоқ шығар. Енді Орал қаласына тұратындарға айтайын, енді қазір тауық алмай ақ қойыңыздар. Уже қазір су келіп жатыр, уже суға кететін жағдайда ертең обалын алып қояса тауықтардың деген. Тауықтар биттек бітеді, қарамасаңыз. Мен де сол өзім тауық алмай отырмын ғой қазір. Сол су келіп жатқасын. Су келіп кетсін, содан кейін бар алып қоямын тауықтарды деген. Ақшасын бәрі дайын тұр. Дұрыс, сұра әңгіме жоқ қой. Тауықтарыңыз биттек бітсе, төстік севіңіз тауықтарыңыз үстіне, қораңларыңызды тазалаңыз барлығын. Шанандайлар келе береді қайта. Манағыдай бірдеме кіріп кетерміз та, неше Атеш дейді. Менде 3 Атеш бар. Мынау Атеш, қызыл Атеш, ақ Атеш жүр . Орал қаласынан Міндеге жазып қоятын сияқтымын.
бүйтіп Орал қаласынан WhatsApp номерімді барлығын. Біздікі бизнес емес қой, хобби ғой. 12 тауыққа бір әтеш әдемі ғой. Жұмыртқасын сатам инкубаторға 150 теңгеден. Жеуге 80 теңгеден жұмыртқа. Қораға 70-80 тауық сыймайды ғой. Әрі кетсе бір 40 тауық сияты шығар осы қораның ішіне. Ар жағын, бер жағын санағанда 40 тауық сияты. Общий 15 бар. Жақсы Оралдан болсаң. WhatsApp группаға қосылып олыңдар шеш. Бір-бірімізден тауық алмастырып бетің. Атеш ауыстырып бір-бірімізден жұмыртқа аламыз ғой. Я түсінген адамға жақсы ғой. Түсінбеген адамға оны дәлелдеп жүрмейсіз ғой. Кет деп кетті ғой ол да дейді. Не айтып жатсың? Соқа мен Орал қаласынан 8 мыңнан брамы көріп тұрмын. 8 мыңнан брамы. Кеше ойлап едім ғой 8 мыңнан 5 тауық бір әтешін алып келем ба деп светлый брамының. Оны алып келсем мыналарды сату керек болады да уже. Ол брамылар да дұрыс жұмыртқа тумайды. Олар дейтін бір күнде бір екеуін туса қалай болады ол. Дұрыс. Сол ойлап едім, мына тауықтарды 2 мыңнан алдым ғой. 5 мыңнан сатып жіберсем барлығын. Тауықты да әтештерді 5 мыңнан сатып жіберсем, ана светлый брамының алып алуға болады сияқты. 5 тауық бір әтеш. Ламан Браун асыраған жақсы ғой. Ламан Браун, Коучин, Адлер, Легорн, Доминант дейтін породалар жақсы жұмыртқа туады. Сізде брамы таза брамы ма? Или шатыс па? Мынандай шатыстар болса, енді 5 мыңнан сатуға болады, 3 мыңнан сатуға болады. Ал енді таза қанды брамы болса, олар 10 мыңнан, 8 мыңнан. 8 мыңнан жоғары ғой таза қандылары. Уағалейкум ассалам, рахмет. Поддержкаларыңызға көп. Я, хайсекс тауық жақсы. Қанша әтеш дейді? 3 әтеш бар, 3 әтеш. Брамы аз туады, жұмыртқаны дұрыс айтасыз. Қазір Орал қаласында тауық дейтін өтірік айтпай қойын. Көп ешкім сатып атқан жоқ сияқты да. Или OLX-тен қарап едім, кеше мен клин несушка сатып атыр ғой. Оларды алайын десең, біраз сенім жоқ оларды алуға деген. Сосын неде сатып атыр да, мына Тасқала жақта сатып атыр тауықты дейтін. Чапайда сатып атыр, 100 тауықтан кем алмау керексің, алатын болса. 10-20 тауық сатылмайды. Сатылады чисто. 100 тауық біратала бір алу керексің ғой. Мен Оралдың Круглоозерный дейтін жерде тұрам. Нешешкі қыста шыдамайды, инкубатордан шыққан тауық балапан баса ма дейді. Инкубатордан шыққан тауық балапан басады, әбзілтін басады.
12 тауық бар. Ламан браунға атиш керек емес, тек қана жұмыртқа бағытында ұстасаңыз. Ал енді инкубатордан балапан шығарам дейтін болсаңыз, онда міндетті түрде атиш керек болады. Сөйлеп. Рахмет, мың тауық ақтаймы жалпы дейді. Білмеймін енді, мың тауық ақтаймы ақтамай ма, әркімнің ұстауына байланысты ғой. Ол мың тауық ұстайтын болсаңыз, қастарыңызда көрші болмау керек. Короче, айдалада ұстау керексіз ғой. Ол сасиды ғой, тауық деген иіс жаман ғой. Тауық сасығанда көршілеріңіз арыз шағым жазады. Осы күнде акиматтан кісі келеді, милиция келеді, жұмыс жасатпайды ғой. Биыл жазда бәрі өлді тауықтармын дейді. Я, қиын ғой енді. Асырап кетті. Мен де қорқып отырмын, қазір суге атқасын. Тауықтарым арам өліп қалмай ма екен деп. Бейт кенеден қалай құтыламыз дейді. Бейт кенеден дұрыс тебесіздер, тауықтардың үстеріне, қораларыңызға дезинфекция жасайсыздар, хлормен қораның ішін барлығын жуасыздар. Тауықтың қонақтайтын туатын ұяларын барлығына дұрыс тебесіздер. Сол кезде уже тазарады ғой. Я, көрдім, мен енді бала кезімнен бастап асырап келе жатырмын ғой тауықты деген. Менің алдыңғы жылы қолдан инкубатор, осыдан так 2019-да қолдан инкубатор жасадым карантин кезінде. Менде ол кезде 40 тауық болды. Содан балапан шығардым. Балапандан Доссор қаласына сатып жібердім. Бір күні Доссорға барып атсам, сол балапандар, инкубатордан шығарған балапандарымды көрсетем. Ол тауықтар әлі бар дейді. Нәм болды дейді, ол тауықтар уже. Соларды көрсетсем, алла берсін, жете алмай отырмын Доссорға. Я, YouTube түсірем ғой. Бизнес бастау деп жазсаңыздар, YouTube'қа шығады. Менде 2 канал бар, бірінші каналым кілтеніп қалды, екінші каналыммен қазір жұмыс жасап отырмын ғой. Сол енді YouTube'қа да 1000 подписчикпен 4000 сағат жинау керек деп тұр. Соны жинай алмай отырмын ғой қазір. Атештер, рабочий атештер көріп тұстар ғой. Атештер жақсы, тауыққа тек секіргісі келіп тұр, бір-бірінен қызғанып секіртпейді дұрыс. Профильде сілтеме тұр, YouTube деп жазылып тұр. Сол YouTube'тың үстін бассаңыз кіресіз. Названиясы тауық бизнес бастау десеңіз шығады. Осы мына TikTok'та тұрған фото тұрады, Адлер Атештің фотосы тұрады. Мен өзімнің каналымда. Ішінде 572 подписчигі бар. Қазір 573 болған шығар, өш білмейді точно. Бойцовский тауық бақсан пайда барым. Әрине бар, бойцовский тауықтан пайда бар ғой. Атешін төлестіресің ақшаға. Мысалы бойцовский атешті 50 мыңға сатып алсаңыз, басқа бойцовский атешпен төлестіретін болсаңыз, 50 мыңнан кем төлестірмейсіз ғой. Атешіңіз өліп қалған жағдайда ақшасын қайтарып аласыз. Ал атешіңіз өлмесе, ақшасын 2 есе қылып шығарып аласыз ғой. Менде домашний тауықтар ғой, барлығы үй тауықтары. Я, дұрыс қой, жүндер түседі ғой. Қайтып шығады ғой, жүн түссе оған не істемеңіздер, қайтып шығады ғой, таза балапан жүндер шығады ғой. Тауықтар жұмыртқа туып тұр, зерно вместе берем, бидай берем, кукуруз берем тауықтарға. Тауықтың етінің килограммы қаншадан болып жатыр дейді. Оны білмедім, ал қанша екен. Ол жағынан хабарым жоқ. Өз тауықтарды қазір қамаймын, өз тауықтар сүмірейіп тұр уже. Күн салқындап тұрған сияқты. Ора қаласынан, бройлер бағып көрген жоқпын мен. Бройлер дейтінге атымен жоламайым ондайларға.
Маған тиісті тауықтар жұмыртқа туса болды. Бройлер, брама, не істейді, мен қарамаймын. Главное, тауық жұмыртқа туып тұр ма, туып тұр, болды. Әдемі ғой. Менде басында Адлер Атиш болды ғой. Ана екі Атиштің просто мана құйрықтарының айғыр құйрықтары болғасын алдым ғой, әдемі болғасын. Бүгін бір жұмыртқа алдым тек қана міне. Негізі күнде 5-6 жұмыртқа, 6 жұмыртқа, 9 жұмыртқа рекорд жасаған. Көрермендердің көздері тиді ма, или көре алмай қалды ма адамдар. Бүгін бір жұмыртқа алдым міне. Таңертеңнен кешке дейін, сағат 5 болды өзі. Кейін жұмыртқа тумайды олар. Мен қазір сыртқа шығара алмаймын ғой. Дала дейтін жаңбыр. Қазір қорада ұстаймын тек тауықтарды. Өзім мыналар беттеп кетті ме екен, бірақ қарамасам. Уже тауықтар беттеп жұмыртқа тумаса уже бағуға желание болмай қалады. Көріңдер қораларына. Кетші, араласпашыш, ё-моё. Давайте, достар, мына жерге мен WhatsApp нөмірімді қалдырып кетем. Секіршиш енді. Мына екеуін ұстап тұр, мына секірін. Так, WhatsApp нөмір қалдырам. WhatsApp'тан жазыңыздар маған. WhatsApp группаға қосам. Су тасқыны болып жатыр, сен болса үйінде жүрсің дейді. Ханым, бізде де су тасқыны болып жатыр. Үйде жүргенде не істейміз енді, басқа қайда барамыз? Ешкім шығып атқан жоқ, халық шығып атқан жоқ. Айтып едім кеше бүгіт жасайық, ешкім шыққан жоқ бүгіт жасауға. Енді мен жалғыз өзім жүрмеймін ғой. Оларға керек емес ауыл, маған да керек емес қой. Мен өзім кетіп қалайын ертең өз ауылыма. Оданша барып өз ауылымды судан қорғамайын ба? Итекті ояққа су келіп жатыр дейді. Так, осы міне. Давайте, достар, WhatsApp нөмірін жазып қойдым, маған жазыңыздар. Тауықтар сатыла ма? Тауықтарым сатып берейін бе екен, 5.000-нан аласыздар ма? Ора қаласына тұр, 5.000-нан сатам деймін тауықтарды. Ойнап айтып, тауықтар сатылмайды, достар. WhatsApp нөмірімді қазір закрепить етіп қоям. WhatsApp'тан жазыңыздар. WhatsApp'тан тауық бизнес бастау дейтін WhatsApp группа бар. Сол группаға қосам, соның ішіне сатылатын тауықтар бар. Соны өздеріңіз ұнаған тауықты аласыздар. Ал мына тауықты, мына Атишті бұйыртса ойнатам. Бір 50 подписчикке жеткізсек TikTok'та. Сосын осы Атишті ойнатам. 10.000-ға жетсек енді тауықтарды ойнатам ғой жайлап. Сатылатын тауық жоқ менде, досың. Қай тауық сатайын, өзім әзір алдым тауықтарды. Қазір мен сіздерге айтайын енді. Су келіп жатса тауық алмаған жөн. Тауық алмаңыздар, қалаларыңызға су келіп жатса тауық алмаңыздар. Ертең су басатын болса тауықтардың қуалына қалып қоясыздар бұстамызға. Сол бәріміз отырген мына тауықтардың естерін білмедім. Бірақ сатпайын, бұл тауықтар өзіммен бірге алып кетем ертең кетіп батсам. Кеткенде қайда барам? Атырауға кетем ғой, кетсе. Атырауға осы тауықтарды алып кетем барлығын. Мәшем артына тиіп алам да. Бауырым, боқтама шеш. WhatsApp'тан жазыңыздар, достар. Мен сіздерді WhatsApp группаға қосам, сол жерде сатылатын тауықтардың барлығы бар. Өзі менің телефоным 10% қалды, сол үшін сіздерге WhatsApp нөмірімді қалдырып атын. Рус 83 дейді. Бауырым, боқтамай сөйлеш, ема натури басты кетіріп.
Осы телефонның ар жағында отырып алып 2 метр жерде отырып алып сөйлейтіндерге жыным келді бары боқтап. Брат, тауық сатылмайды. Менде телефон өшіп жатыр, мен сіздерге қазір оны ответ қайтара алмаймын да, ренжімеңіздер. Давайте мен сізге WhatsApp нөмірімді қалдырып тұрмын ғой. WhatsApp-тан жазыңыздар, мен сіздерге WhatsApp-тан ответ беріп отырам. Енді барлығына бірдей момент жауап бере алмаймын. Енді не болса да әйтеуір жауап беруге тырысам ғой. Қазір телефон зарядке қоям. Толғаннан кейін WhatsApp группаға да қосам. Сіздерге жекелеріңізге жауап та берем. Так, мына жемді енді мен қазір салмаймын бұларға. Оған керек емес салып. Так, қазір мына жемді үйге алып кетем. Суға езем мына жемді. Так, мың жұмыртқам. Бұларға так қазір кукуруз беріп жіберейін. Кішкене қорытсын. Ма, жеңдер. Мына жем светтер кетіп қалған, бұларды ертең аламда бір жерге төгем. Бұлар дейтін істейді ғой, манағыдай. Шөп шығады ғой бұлардан деген. Өздері жазда кепкеннен кейін жейді ғой. Давайте достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет көп. Барлығы әзіл ғой. Давайте мына жемді есіп қойын. Мына жемді езем. Таңертең берем ғой мына жемді деген. Бүгіндікке туған жұмыртқа осы бір жұмыртқа туды тек қана ұят болды. Орал қаласында тұрам. Мына бізде қазір не болады кішкене. Давайте достарға телефон айырып тастайын.